Шайыр Аллаяр Дәрменов бір мектепте 11 класс оқушыларына сабақ өткенінде мынадай қызық, турырағы аяншылы жағдайға дұс болды. Өбілкен, жасы 18-ді толтырған ол қызлар біргелікте Қарақалпақстан Республикасының гимнін айтқанында бірінші шумақты атқарып, екіншіге келгенде біразы тұтылыға баслады. Үшінші шумақта болса, дерлік бүткіл класс аузына құм құйғандай үнсіз қалды. Бұл жағдайдан жан жүйесі сөтілген шайыр мынадай қосық жазды. Баратырсыз інілерім қайтареп, кім ізлейді бізді кетсек бейдәрек. Қурамағай қанша әсір өтсе де жайхун жағасында өскен байтерек. Түбіміз бір, мыңнан үміт шақамыз, минус екі бәріңіздің бағаңыз. Алыс әулатларға арқа сүйеген көрінде тік тұрар бүгін атаңыз. Үш шумақты ядға білмес қайбалар, үш шумақты ядға білмес хайуанлар, қара кесекті ішіп қара судай емінін есінен шығарып қойғанлар. Құрасыз ба, сізлер айдың келешек, қоймасаңыз мәңгүрлікке елешек, Қарақалпақстан деген атыңды әдулейміз мәңгілікке демесек. Биік мінберлерден жаңламаяқ қойсын. Мейлі, дүния құнтпенен тыңламаяқ қойсын. Ел қосығын еске алмас ессізлер анасының қарнынан тумаяқ қойсын. Thank you.